Қайырлы күн достар, бүгінгі рецепт ақуызды креммен жасалатын шоколадты пирог. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа қажет. Жұмыртқаның ақуызын және сарыуызын 2 құрғақ таза ыдысқа бөліп аламыз. Ескере кететін жағдай, бізде ақуыз салынатын ыдысымыз өте құрғақ болуы қажет. Себебі бұл біздің креміміздің сапалы ойдағыдай шығуына әсер етеді. Енді осы 4 сарыуызымыздың үстіне қантымызды саламыз және қайнаған, суытылған жылы суымызды құйып, жақсылап миксерлейміз. Мына видеодағыдай аппақ болып көтерілуі қажет сұйықтығымыз. Енді осы сұйық массаның үстіне құрғақ массаларымыз, яғни ұн мен какаоны және қопсытқышымыз разрыхлительді салып, жақсылап араластырамыз. Және араластырған кезде осындай силиконовый күрекшемен немесе қасықпен араластырғанымыз өте тиімді, себебі бұл біздің бисквитіміз, яғни пирогымыздың үлпілдек, үлкен болып көтерілуіне септігін тигізеді. Араластырғанда да видеодағыдай шетінен ортасына қарай, жоғарыдан төмен қарай көтеріп, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Одан кейін формамызды дайындап, жақсылап майлап, немесе пергамент, фольгамызды төсеп, пирогымызды салып, жайып, 180 градуста 25 минутта пеште пісіріп аламыз. Ол пісем дегенше біз кремімізді дайындаймыз. Ақуызымызды өлшеп аламыз. Осы ақуызды 2 есеге көбейтіп, қант салуымыз қажет. Бірақ біз қантты қатты ұнатпағандықтан, мен көп қант салған жоқпын. Шамамен ғана тәттілігін есептеп, аз ғана салдым. Бұны да жақсылап өз формасын ұстағанға дейін миксерлейміз. Миксерлегеннен кейін пакетке немесе арнайы кондитерлік мүшекке салып, өздеріңіз ұнатқан насадкамен әдемі формалар жасасаңыздар болады. Әртүрлі өздеріңіз қалағандарыңыздай сәндеп, бояулар қоссаңыздар болады, жеміс-жидектер қоссаңыздар болады. Мен жай ғана насадкамен гүлдер жасап шықтым. Видеодағыдай. Егер сіздерде осы ақуыздан жасалған кремдеріңіз артылып жатса, одан безе, яғни зефир жасасаңыздар болады. Менің лентамда, парақшамда безе, яғни зефир жасаудың видеосы бар. Сол жерден қарап көріңіздер. Ол да шаймен ішкенге өте дәмді. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Өте тез, жылдам дайын.